Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай әрі дәмді, өте жұмсақ, нәзік болып шығатын булочканың рецептісімен бөлісемін. Өзі өте ерекше булочка, себебі екі түрлі қамырдан дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен булочкамыздың қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге жылы сүт қажет. Шекер саламыз. Дрожжымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы әбден араласқаннан соң аз ғана қопсытқыш саламыз. Бұл жерде бір ескеретін жайт, біздің сүтіміз өте қатты ыстық болмау керек, және де өте қатты салқын болмау керек. Орташа температурада жылы болу қажет. Осылай жақсылап араластырамыз. Барлық қоспа әбден араласқаннан соң, ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, сондай бір қолға жабыспайтын қамыр болып шығу қажет. Ұнымызды бірден салып жіберуге болмайды, себебі қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Сол үшін барынша бірнеше бөлікке бөліп салуға тырысыңыздар. Осылай жаймендеп қолымызбен араластырып отырып, қамырымызды осылай біріктіреміз. Ұнымыздың барлығы әбден араласып болғаннан соң үстіне сұйық майымызды қосамыз. Осылай аз ғана сұйық майымызды қосамыз. Тағы да қамырымызды қолымызбен біріктіреміз. Біздің қамырымыз почти дайын болып қалды. Енді осы қамырды екі бөлікке бөлеміз. Теңдей екі бөлікке бөлеміз. Екінші бөлігін таза ыдысқа салып, қоямыз. Ал бір бөлігінің бетін жауып, жылы жерде көтерілгенше ұстаймыз. Осылай бетін жауамыз. Міндетті түрде жылы жерде қамырымыз әбден көтерілгенше ұстаймыз. Енді қамырымыздың екінші бөлігіне какао саламыз. Және де соны қамырымызбен араластырамыз.
Біздің қамырымыз бір түсті, осындай шоколад тәрізді түске ену қажет. Аз ғана сұйық май қосамыз. Қолымызбен әбден араластырып біріктіреміз. Біздің қамырымыз осындай түске ену қажет. Содан соң бетін жауып, бұны да жылы жерде көтерілгенше ұстаймыз. Біздің қамыр көтеріліп қалды. Енді формаға салатын боламыз. Өте қатты үлкен қылмай, осындай шағын форма шығарамыз. Формаға салып болғаннан соң міндетті түрде бетін пакетпен жауып, 10-15 минут үй температурасында ұстаймыз. Сонда біздің формаларымыз тағы да көтеріліп, әдемі болып шығатын болады. Енді екінші қамырымызды дайындаймыз. Какао қосылған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Осылай 2 бөлікке бөлеміз. Енді біреуін алып, осылай жазып шығамыз. Өте қатты жұқа қылмай, өте қатты қалың қылмай, орташа қалыңдықта жазамыз. Барынша төртбұрыш тәрізді жаюға тырысыңыздар, сонда формамыз әдемі шығатын болады. Осылай кесеміз барлығын. Енді екінші қамырымыздағы формамызды аламыз. Қолымызбен осылай жазсақ та болады, не болмаса оқтаумен жазуға да болады. Ол өз еріктеріңізге байланысты. Осылай бір жанынан алып, осылай орап отырамыз. Содан соң какао қосылған қамырымызды алып, осылай орап шығамыз. Сонда бізде осындай әдемі булочкалар пісіп шығатын болады. Формамыздың ортасына осындай тарелка не болмаса кесе қойып, жандарына формаларымызды қойып шығамыз. Барлық қамырымызды мен көрсеткендей қылып жасап шығамыз. Егер орайтын қамырларыңыз өте қатты ұзын болып кетіп жатса, осылай кесіп тастауға болады. Барлық қамырымызды осылай жасап шығамыз. Біздің ерекше булочкаларымыз дайын болды. Енді ортасындағы тарелканы алып, оның орнына жаңағы екі түрлі қамырымызды қойып шығамыз. Алдын ала аз ғана алып қаламыз екі түрлі қамырымыздан. Содан соң осы жерге қойып шығамыз. Өте көп алып қалудың қажеті жоқ, жай ғана сол ортасына жеткілікті болатындай қамыр алып қалсаңыздар, сол жарайды. Енді осы қамырды жұқалап кесіп шығамыз. Сол кескен қамырымызды формамыздың ортасына осылай әдемілеп жайғастырып шығамыз. Барлығын осылай жайғастырып болғаннан соң міндетті түрде үй температурасында тағы да 10-15 минут ұстаңыздар. Сонда формамыз тағы да әдемі болып көтеріліп,
булочкаларымыз жұмсақ болып шығатын болады. Сол 10-15 минуттан соң жұмыртқамыздың сарыуызын жағып, алдын ала қызып тұрған печкіде 25 не болмаса 30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Печкіміз алдын ала қызып тұру қажет. Біздің булочкамыз уже пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, өте нәзік, өзі сондай ерекше болып шығады. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы рецепті сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.